Сәлем достар, бүгінгі видеода мейіз бен бауырды қалай тазалауға болатынын айтатын боламын. Видеоны көрмес бұрын каналыма тіркеліп, қазақ тілді арнаның дамуына үлес қосып кетуіңізді сұраймын. Бауыр адам ағзасындағы ең маңызды органдардың бірі. Дұрыс тамақтанбау, алкоголь, темекі шегу бауырды құртады. Бауырға гепатит А, Б, С аурулары, цирроз ауруы өте қауіпті. Сондықтан бауырға күтім жасап тазалап тұру қажет. Оның ең бір оңай жолы мейізбен су арқылы тазалау. Ол үшін сапалы қара мейізді таңдап аламыз. 3 стақан суға 1 стақан мейізді саламыз. Содан кейін 2 минуттай қайнатып, 24 сағат тұндырып қоямыз. 24 сағаттан кейін тұнбамыз дайын болады. Дайын болған тұнбаны таңертеңгі уақытта 1 стақаннан ішу керек. Тұнбаны ыстық күйінде де, салқын күйінде де ішуге болады. Мүмкіндігінше 1 апта ішкен дұрыс. Әрі осы күндері майлы тағамдардан және алкогольден бас тарту керек. Құрметті көрермендер, видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін алғысымды айтамын. Егер де видео ұнаса, лайк басып қолдап кетіңіздер, және де алда шығатын пайдалы әрі қызықты видеоларды жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар.